Қоршаған орта туралы ілім 14-ші дәріс. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық негіздері. Қазіргі кезде табиғи ресурстардың сарқылуы, қоршаған ортаның ластануы, экологиялық тепе-теңсіздіктің бұзылуы ғаламдық масштабқа жетті. Осыған орай планетамызда көптеген ғаламдық проблемалар пайда болды. Мысалы, озон экраны, озон тесіктерінің пайда болуы, парниктік эффект, қышқыл жаңбырлар, биоалуантүрліліктің кемуі, дүниежүзілік мұхиттың ластануы, атмосфера мен гидросфераның ластануы және тағы да басқалар. Атмосфераның өзен теңіз суларының ластануы шекараға тоқтамайды. Жел ағын сулармен өтіп, зиянды қалдықтар мен ластаушы заттарды мыңдаған километр қашықтыққа дейін тасымалдай алады. Сөйтіп, экологиялық проблемалар бір аймақтың немесе бір елдің проблемасы емес, көп елге қатысы бар ғаламдық экологиялық проблемаларға айналады. Жоғарыда айтылғандай, табиғат мемлекеттік шекараны білмейді. Ол жалпыға ортақ және бірдей. Адамзаттың барлық негізгі экологиялық проблемалары, мысалы ормандардың азаюы, парниктік эффект, радиоактивтілік ластанулар, кен байлықтарының сарқылуы, олардың барлығының ғаламдық сипаты бар. Ғаламдық экологиялық дағдарыстың алапатқа ұласуын болдырмау тек адамзаттың барлық күшімен болатын мәселе. Бұл мәселелерді тек қана бір ғана елдің деңгейінде шешу мүмкін емес. Қоршаған ортаны қорғау объектілері болып жер қойнауы, жер үсті және жер асты сулары, атмосфералық ауа, орман және өзге де өсімдіктер, жануарлар дүниесі, климат, жердің озон қабаты есептеледі. Бұл объектілерді жойылудан, тозудан, зақымданудан, ластанудан және де өзге де әсерлерден қорғау керек. Қоршаған ортаны қорғау объектілері халықаралық және ұлттық болып бөлінеді. Қоршаған табиғи ортаның ұлттық немесе мемлекет ішіндегі объектілерде су, жер қойнауы, биоты немесе басқа да мемлекет территориясындағы табиғи ортаның элементтері жатады. Оларды иемденетін және пайдаланатын тиісті мемлекет. Мемлекет оларды өздерінің заңдары негіздерінде және халық мүддесі үшін пайдаланады. Басқарады, қорғайды. Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық объектілер де бар. Олар немесе жалпы әлемдік. Олар жеке ұлттық мемлекеттің заңдарынан тыс табиғи объектілер болып бөлінеді. Халықаралық табиғи ресурстарды немесе халықаралық табиғи қорғау объектілерін бірнеше топтарға бөлінеді. Бірінші, барлық мемлекеттердің пайдалануында болатын объектілер. Оларға атмосфералық ауа, дүниежүзілік мұхит, Антарктида және космос жатады. Екінші, екі немесе бірнеше мемлекеттердің пайдалануындағы объектілер. Мысалы, шекаралық сулар, Балтық немесе Қара теңіз, Дунай өзені, яғни көптеген трансшекаралық өзендер мен көлдерді жатқызуға болады. Үшінші, әртүрлі мемлекеттің территориясында көшіп қонушы объектілер. Мысалы, жануарлар, құстар. Бұл объектілер халықаралық қауымдастықтар арасында бекітілген әртүрлі келісім-шарттар, конвенциялар, хаттамалар негізінде игеріледі және қорғалады. Мысалы, Антарктиданы 1959 жылы жасалған келісім бойынша игеріледі. Сонымен қатар табиғи ортаның халықаралық объектілерінің тағы бір категориясы бар. Ол мемлекеттермен қорғалады және басқарылады, бірақ халықаралық есепке алынған. Оларға төмендегі объектілер кіреді. Бірінші, ерекше құндылығы бар және халықаралық бақылауға алынған табиғат объектілері. Қорықтар, ұлттық парктер, табиғат ескерткіштері,
Екінші, халықаралық қызыл кітапқа енген өте сирек және жойылып бара жатырған өсімдіктер мен жануарлардың түрлері. Үшінші, бөлетін табиғи ресурстар тұрақты немесе жылдың көп бөлігінде екі немесе бірнеше мемлекеттердің пайдалануында болады. Дунай өзені, Балтық теңізі, Тянь-Шань тауы, Алтай таулары, Жайық өзені, тағы басқа. Қазіргі кезде әлемде экология мәселесімен айналысатын 100-ден артық әртүрлі халықаралық ұйымдар жұмыс жасайды. Олардың ішіндегі ең беделдісі Біріккен ұлттар ұйымы. Оның қызметінің негізгі бағыты табиғатты қорғау саласындағы бірлестік. Біріккен ұлттар ұйымы маңызды мәселелерді бас ассамблеяда қарайды, резолюциялар мен декларациялар қабылдайды, халықаралық келісімдер мен конференцияларды өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымы адамды қоршаған ортаны қорғаудың арнайы принциптерін дайындайды және қабылдайды. Мысалы, Стокгольм конференциясының декларациясы 1972 жылғы, табиғаттың әлемдік хартиясы 1982 жылы, тұрақты дамуға өту тұжырымдамасы Рио 1992 жыл, тағы да басқалар. Біріккен ұлттар ұйымы қоршаған ортаны қорғаудың мамандандырылған халықаралық ұйымдары жұмыс жасайды. Оларға Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламасы ЮНЕП, ФАО, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ЮНЕСКО, тағы да басқа көптеген ұйымдар жатады. Сонымен қатар табиғат қорғау мәселелерімен қоғамдық және мемлекеттік емес ұйымдарда қызмет жасайды. Олардың арасында МАГАТЭ немесе Дүниежүзілік табиғат қорғау одағы, тағы да басқа көптеген ұйымдарды атап өтуімізге болады. Дәріс аяқталды.